Сәлем достар, бүгін біз ата-аналарға арналған топ 3 кітапқа шолу жасайтын боламыз. Олардың біріншісі Филиппа Перри «Как жаль, что мои родители об этом не знали, и как повезло моим детям, что теперь об этом знаю я» деген кітап. Бұл әрине ағылшын тілінде оригиналы, бұл аудармасы. Бұл жерде автор не нәрсеге басты назар аударады, яғни қарым-қатынас, баланы тұлға ретінде қабылдау, одан кейін сезімдер. Осы 3 пунктқа баса назар аударады. Негізі бізде мен бүгін талқылайтын 3 кітапта да ол 2 месседж, басты идея бар. Ол біріншісі баланы тұлға ретінде қабылдау, екіншісі баланы тәрбиелеу үшін ата-ана ең алдымен өзін-өзі тәрбиелеу қажет. Енді бұл жерде Филиппа Перри көбіне сезімге баса назар аударады, мен айтып өткендей. Және де бірақ бір айтатын, бәлкім бұл аударманың себебі шығар, кітапта автордың ойы кішкене шашыраңқы берілген. Бәлкім біз басқа бэкграундпен келгеннен болар, мына кітапты оқып оны сіңіру үшін біраз кішкене жүйелі түрде адам өзі ойлап қорыта білу керек деп ойлаймын. Дегенмен де мысалы баланың сезімдерін, ата-ана өзінің сезімін жеткізу, қалай жеткізе білу керек, эмоцияларды қалай оқу керек, осылардың бәрін үйренем десеңіз, Филиппа Перридің кітабын оқыған дұрыс деп ойлаймын. Одан кейінгі екінші кітап, бұл әрине бізде ТМД елдерінде танымал, бәлкім шет елдерде де танымал шығар. Бұл бізде Петрановская «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка» дейді. Привязанность дегенің тура қазақша баламасы жоқ, әрине. Мен тайная опора бұл бізде құпия қорған. Привязанность бауыр басушылық деген мағына береді, білесіздер. Яғни баланың ата-анаға бауыр басу процесі. Бауыр басу барысында баланың қажеттіліктерін қалай біз қанағаттандырамыз. Егер баланың қажеттіліктері толығымен қанағаттандыратын болса, оның жеке тұлғаға айналуы, яғни сау тұлға, психоэмоционалды сау тұлғаға айналу процесі бұл жерде суреттеледі. Петрановскаяның кітабы, егер шынымды айтсам, мына Филиппа Перридан көрі менің өзіме жаныма жақын, себебі өте жүйелі жазылған кітап. Және хронология бойынша жазылған. Яғни бала нәресте болып туылады, содан бастап ол ата-анаға қалай бауыр басады. Оның жақсы көру процесі, оның өсу процесі, одан кейін жеке тұлға болуға айналу процесі барлығы хронология түрде, рет-ретмен өте түсінікті түрде жазылған бір кітап. Одан кейінгі кітап, үшінші кітабымыз бізде бұл Масару Ибука дейді. Ең алғаш рет бұл кітап, сенесіздер ме, 1971 жылы жарық көрген екен. Содан бері Жапон елінде бәлен-бай тілге аударылып, әлі күнге дейін өзінің актуалдығын жоғалтпаған кітап. Бұл кітапты мен кеңес беретін едім, тек қана ата-аналар емес, мысалы балабақшада, мысалы дошкольный дейді ғой, мектеп алды даярлық топтарында жұмыс істейтін мұғалімдер болсын, тәрбиешілер болсын, осыны оқып алып өздеріне гайд дегенді қалай айтуға болады, өздеріне бір ұстаным ретінде алып оқыса болады. Бұл жерде бала мысалы 3 жасқа дейін қалай дамиды, олардың тілдік қабілеттерін дамыту, музыка деген құлшынысын арттыру, спортпен айналысу, осылардың барлы баланы қалай біз жан-жақты дамытуға тырысуымыз керек. Осының барын көрсетеді. Ол жердегі баланың тәрбиесіндегі ананың рөлі, әкенің рөлі, бұның барлығы осы кітапта қамтылған. Және де бір өте тамаша несі, әрбір тақырыппен берілген. Мысалы, баланың музыкаға қабілетін қалай дамытамыз, баланың шығармашылыққа қабілетін қалай дамытамыз, қысқа мәтіндермен жеке тақырыптың астында берілген. Бұл да бір жүйелі түрде жазылған кітап. Егер де айтатын болсам, сіздердің қолдарыңызда бәлкім мүмкіншіліктеріңіз болмаса, мысалы ішіндегі таңдайтын кітабым менің Петрановская. Егер мына 2 кітапқа қолыңыз жетпей жатса, бірақ міндетті түрде ата-аналардың сөрелерінде мына Петрановскаяның кітабының болғанын мен құба-құп көретін едім. Осымен тамам. Сау, саламатта болып тұрыңыздар.